Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Менің есімім Қуанбай Ерназар. Бүгін біз құрылыс объектісіне келесі видеомызды түсіруге келдік. Салмақ өлшеуге арналған таразыны біз не үшін алып келдік? Себебі біздің мынандай пороховой монтажный пистолеттің деталі көп адамдар сенбейді осының қанша килограмм көтеретініне. Біздің жасаған экспертизамызды бұл 750 килограмм салмақ көтерген. Оның енді қағаз бар, документі бар, видеосы да бар. Одан бөлек өзімізде қазір осы жерде тексеріп көрейік дегенбіз, осыған салмағын өлшеп, заттың іліп. Негізі бұның бұрынғы ескі тәсілі, ол мынандай цангы деп аталатын деталь болатын. Бұны бірінші бетонды перфоратормен тесу керек. Тескеннен кейін мынаны қағу керек, соның ішіне кіргізіп. Сосын бұның ішіндегі темірін балғамен немесе перфоратормен қайттан итеріп, мынаны тығыздау керек болатын. Бұның қанша килограмм көтеретінін көпшілік адамдар біледі деп ойлаймын, қолданып жүрген. Бұл түсінбей жатқандар болса, мынау шпилька бар, мынандай резьбамен осыған бұралады. Бұл шпилька көпшілік адам байқамайтын шығар, мән бермейтін шығар. Негізі бұл өте көп қолданылады құрылыс саласында. Сіздер өздеріңіз кірген объектілердің Магнум болсын, сауда ойын-сауық орталықтар болсын, кіріп төбесіне қарап көрсеңіздер, төбедегі барлық инженердің сеттің мысалға вентиляцион трубасы, электриктердің кабельдері, сантехниктердің, канализацияның барлық төбедегі пожарный болсын, сондай инженер сеттің заттардың барлығы төбеде осындай шпилькамен асылып ілініп тұр төбеге. Олар ауада қалқып тұрған жоқ. Соның негізі мынау өте қиын тәсілі болады. Жұмысты, көп уақытын осы бәлені бекітуге арналады. Оны тесесін төбеңнен шаң топырақ түседі, дырылдайды, ол перфоратормен бур, кейде тесіктен арматура шығып қалады. Осылай айта берсек, оның минус жерлері өте көп. Соның орнын алмастыруға біз мынандай детальді ұсынып отырмыз. Қазір бұны алып қолданып жатқан біраз клиенттеріміз бар, жеткілікті. Мен тағы да түсінбей жатқан адамдарға осы видеоны арнаймыз. Міндетті түрде соңына дейін көріп, түсініп алыңыздар. Түсініп алғаннан кейін барып, өз ойларыңызды комментарийге жазыңыздар. Бұл болатын зат па, болмайтын зат па екен. Егер қызық болып жатса, біздің офисімізге келіп, осыны өздеріңіз қолданып көрсеңіздер болады. Немесе объектіге шақырсаңыздар, біздің менеджерлеріміз сіздерге апарып, тегін осыны көрсетіп беретін болады, қанша салмақ көтеретінін. Сенбей жатқан адамдарға мен кезінде айтатым, сантехниктерге. Бригадада сендерде қанша адам бар? 6-7 адам, 10 адам. Мен осындай шпилькадан екеуін қағып, цангыдан 2 шпилька бұрап, качеле жасап кетейін, бригадаға барлық адамдар отырыңдар, қанша салмақ көтеретінін көздерің жетсін деп. Қазір бастайық онда экспериментте, көп сөз созбай. Елдерге мен сөзімнен көрі, қалай жұмыс істейтін қызық болу керек. Сәл биіктеу екен. Мүмкін бір сексе қосып жалға боламыз, өзін жалға істеп жеткілікті. Негіз біз төбеге ілсек па дегенбіз, оған шпилькіміз қысқа болды, 1 метрлік. Біз жетпейтін болғаннан кейін есіктің керегесіне атып көреміз, қазір тексеріп. Бұл пистолетті қолданудың бірнеше тәсілдері бар. Сіз бірінші цангының өзін қағып алсаңыз болады, өзіңізге керек жерге. Немесе бірден шпилькіні бұрап алсаңыз да болады, өзіңізге керек өлшемді кесіп аласыз, дайындап, складтан арнайы. Сосын ілесіз. Егерде сіз сантехниктердің труба проводын бекітетін болсаңыз, өзіңізге керек жеріне хомут бұрап алсаңыз да болады. Бежен хомутын біреуін берші, мен көрсете салайын. Мен мына жерге хомут бұрап алсаңыз болады, осылай. Хомут бұрап ата беруге де болады. Қазір бізге хомут керек емес енді. Бұрадым. Осы жерде түсіндіріп айта кетейін. Сәл қате болыпты. Көрініп тұр ма, неден сәл, шпилькіден, мынадан сәл алысқа шығып кеткен, бұл түсіп тұру керек төменірек. Бұл жерде 1 сантиметрдей запас бар. Егер сіз канализацияны жіберетін болсаңыз, уклон керек болса сізге, немесе уривенмен түзу кету керек болса, труба көп жағдайда потолок қисық ойнап кетеді. Сол кезде осы аралықты сіз пайдалана аласыз. Деңгейін теңшеуге. Әр атқаннан кейін міндетті түрде бұның ішінде пластик қалып кетеді. Деталін өзін түсіндіріп жіберейінші қазір. Деталь міне
мынау цанга, Z-образный цанга, шегесі бетонға арналған. Порт патрон. Осы патрон жарылып, шегені бетонға айдайды ғой. Бұның ішінде ештеңе жоқ, пистолеттің ішінде ештеңе жоқ. Тек осының артын шұқитын бір зат бар әйтеуір, темір. Салдым. Неге витамин атайын. Бұның асты міндетті түрде тегіс болып тұру керек. Сосын бар күшпен итеріп қалу керек қатты. Осы екеуі жетіп қалады. Ана шеге суырылып кетуі мүмкін, өйткені бетон жарылып кетті, арматураға тиді ғой дейміз ше. Сонда да көрейік. Осындай жағдайда да ұстаймын екен, ұстамаймын екен. Қазір егер мына жағы жұлынып кетіп жатса, біз тағы біреуін қағып көреміз, тексеріп. Осының өзі менің ойымша біраз салмақ ұстайды. Өйткені біз испытание жасаған кезде шеге суырылған жоқ. Шегенің шапкасынан деталь жыртылып кетті. Неше шеге ұстау керек қазір. Біз 2,5 килограмм. Біз 2 шпилькеге осылай іліп қойдық. Қазір осы жерден бір маңайдан 2 мешок тауып алдық. Сыртында 25 килограмм деп жазылып тұр, бірақ су өтіп кеткендіктен ба біз өлшесек 32-33 килограмм шығып тұр. Қазір сонда бір 65-66 килограмм бар 2 мешоктың салмағы. Сосын менің салмағым 75-65 килограмм қазір Бекжан. Сосын оператор 80 килограмм, бе? Толық етті. Сіз қанша килограмм болды дейсің, бе? 300 килограмм болды ба? Кейбір кісілер айтады ғой, айтпақшы. Труба ол тұрмайды ғой дейді, ол қозғалады дейді. Міне, қозғалдық. 300 килограмм. Негізі бір цанга 750 килограмм көтерген, екеуі 2 тонна салмақ көтеру керек. Өйткені бір тақтай 30 килограмм көтерсе, 2 тақтай 80-90 килограмм көтереді. Заң бойынша. Біз бұл жерге үлкен салмақ ілгіміз келген, бірақ мына жер пустой екен, бір ілетіндей салмақ көрмеді. 300 килограммды қиналмастан көтерді, 300 килограммды. Енді сенбейтін адамдарға сұрақ, сіздердің ілетін трубаларыңыздың салмағы қанша? Мысалға, вентиляция жасайтын жігіттер өткенде айтады, біздің трубаларды көтермейді дейді. Енді оның ішінен гир домалап жүрмейді жер, ауа жүреді оның ішінде. Енді ең үлкен өлшемі қанша? Метровый ма, 1,5 метрлік размері. Сондай корптар, вентиляцияның корптары болса да, салмағын айтыңыздар. Есептеп өздеріңіз бірінші біліңіздер. Сосын көрек. Әліп, егер түсіп қап жатса, сол трубаларыңыз. Біз жаңа кеткен шығындарыңыздың бәрін өтеп беруге дайынбыз. Себебі мен өзім көзім жетеді. Соны ұстайтынына. Өйткені біздің бір клиенттеріміз, тұтынушыларымыз, сантехниктер подвалда магистральный трубалар жүргізеді. 15 труба жатыр қатарынан. Арасында 100-лік, 150-лік трубалар бар, кішкентай трубалар бар. Олардың ішінен су жүреді. Судың өзінің салмағы бар. Сол 2-3 жыл бұрын істелген заттар біз жаңадан бастаған кезде алған ол кісі. Өзі көріп отырған шығар. Сенбесеңіздер сол объектіге барып көрсете аламыз сіздерді. Жерде ұстап тұр әлі күнге дейін. Өте жақсы ұстап тұр. Енді жұмыстарыңызды жеңілдетіңіздер, осы инструментті пайдалану арқылы жылдамдатыңыздар, сол арқылы өздеріңіздің табыстарыңызды көбейтіңіздер. Енді біз жарнама жасап жатқанымыз өзімізде пайда тапқымыз келеді әрине осының үстіне. Бірақ бизнес жүреді, егерде екі жаққа да пайдалы болса, сіздерге пайдалы болмаса, біздің заттарымыз өтпейтін еді. Осы инструментке қызықсаңыздар, көріңіздер қолданып істеп. Мынау хомут біздің қолымызда. Қазір бірінші хомутқа бұрап алсақ болады. Бұрадық. Екінші жағына мынау біздің цангын бұраймыз.
Болды, осылай бұрасақ жеткілікті. Қалған кейін бұрастамыз. Енді мынаны салайық пистолетке. Пистолет міндетті түрде ішінде пластигі шығарылған болу керек. Салдық, міндетті түрде бұны бетонға ату керек. Қалыңдығы 7-8 мм-ден асатын темірлерге ату керек. Жұқа темірге атуға болмайды. Газоблокқа атуға болмайды. Іші қуыс заттарға атуға болмайды. Ол кезде өте қатты дыбыс шығады. Жұқа темірге атсаңыз, міндетті түрде құлағыңызға құлаққап киюіңіз. Айта кетейік. Болды, мынау дайын. Ана жерде мынаны айта кетейін сіздерге. Мынау қанша сіздер салмақ көтереді деп, салмақ көтеруіне күмәнданасыздар, бірақ бұл жерде сіздердің шпилькаларыңыз шыдамайды. Мынау қазір алынбайды, өйткені жаңа біз нагрузка берген кезде ана шпилькінің резьбасы кетіп қалды. Мына шпилькінің резьбасы майысып кетеді, шыдамайды, онда үлкен салмақ көтере алмайды. Сосын хомуттың да біз бұрын хомутқа ілген кезде мынау түбіндегі гайкасы үзіліп кеткен, хомут өзі майысып үзіліп кеткен деді ғой хомуттың өзі. Мен қазір шешіп алайын десем, алынбай жатыр да. Қазір мына хотя былай ала тұрайық, мынаған труба бұрып көрсек. Мынадан күмәнданады, салмақ көтере ма, көтермей ма деп. Көтермейді сияқты көрінеді, бірақ шпилькінің өзі шыдамай кетеді, хомутпен шпилькі көтере алмайды. Мынадан уайымдамаңыздар. Сантехниктердің канализацияға арналған жүздік трубасын бекіттік. Осылай. Бұның бір артықшылығы, сіздер стоякты жіберген кезде жіп тастап перфоратормен тесесіздер ғой саңғыны. Сол кезде сол сіздер қойған меткадан арматура шықпаса, жанынан басқа жерден тесу керек болады. Бұда ондай жағдай кездеспейді. Атасыздар, егер қисық кетіп жатса, мына шпилькені балғамен ұрып, мына жерге келтіруге болады, былай қарай жылжытып, мына жерге келтіруге болады. Диаметр бір 2,5-3 сантиметр жерде бұлай жүре береді ғой. Даже диаметр 6-7 сантиметр кетіп қалады мына жерге кесе. Сосынан әрбір кіріп шығуында солай теңше бересіздер. Қимыл көтшікті өздері түсінеді, көрген адамдар сантехниктер болса өздері бірден түсінеді. Қолдану өте қарапайым. Саласыздар, артынан итеріп қаласыздар. Мынау пластик шеген басында қалып кеткен. Міне шеген басы. Хомут атып жүрейін, салдым. Шеген жүз қайтқан жоқ әлі. Мынау. Егерде детальді пайдаланбай, шеген өзін бөлек атсаңыздар, темірді кесіп, арғы бетіне кетіп, жарылып кетеді. Қазір көрсетейін. Шеге қайда? Шеге мына жерге тиді, көрдің бе? Көріне ме камерада? Жақсылап. Мына жарыққа көрсетейікші. Мына жерде шегенің ізі қалып, көрдің бе? Надан өтіп кетті шеге. Мына жерде ізі қалды. Шеге ән жатыр. Көп адамдар ойлайды бұны шеге шапкасымен бірге өтіп кетті деп. Басымен. Бірақ шеген басы міне, өзі міне. Надан өтіп кеткен мынау. Мойны үзіліп кетті де мынау, қатты удардан шыдамай. Мынау бөлек қалып кетті. Адамдар ойлайды көбісі, мынау шапкасымен бірге өтіп кетті, маған тиді деп. Негіз басы үзіліп кетеді. 1 сантиметрге дейінгі темірлерді осылай тесіп ары қарай өтіп кетеді шеге. Енді бір ғана қалды, көрсететін нәрсеміз біреу ғана. Ол 4 метр потолыққа жерде тұрып атып көрсетейік. Комплектацияда 1, 2, 3, 4, 4 таяқшасы болады. Біреуінің ұзындығы 60 сантиметр ғой деймін. Метрмен өлшесілік өтіріп бұл кетпесін. 55 ба? Жоқ, 60 қатай 58 ба сонда екен. Біреуінің ұзындығы.
Мына жерде соңғы болып жалғанатын таяқшасы тұрады, мына жерде. Соңғы қосқанда 5 екен. Пистолеттің өзінің ұзындығы да 40 сантиметрде екен, өзінің ұзындығы 40 сантиметр. Оған жалғаймыз 60-тан 4-5 3 метр. Өзіміздің бойымыз бар, потолық құны артығымен жетеді. Бекжан біреуін алып тесің өзім анда. Тірек қойып жүр кәс. Тірек қойды, алып тасты. Ұзын болып кетті. Өзім тәжірибемде 6 метрлік потолыққа атқамыз. Басқа пистолеттің комплектациясынан алып, тұрбан жалғап. Неге бұны шексіз жалғай беруге болмайды деп ойлағам, сөйтсек ол пистолеттің салмағын көтере алмай кетеді екен. Сол 6 метр потолокты аттым деп елдерге айтқан болмаса, негізі ол елдерге кеңес беретіндей жағдай болған жоқ. Өйткені бұл пистолет ортасынан бір жерден үзіліп кетейін деді, майысып атқан кезде бүйтіп ойнап кетті ғой басы. Төбеде бір гофрама бір нәрсе тұр деп ойлайық. Соны салақтап кетті, крепление шығып, мынамен қыстып қою керек деге. Мынаның өзін ұзын жалға болыпты, қаршысына астын. Бұл өте жақсытап тұр. Осылай сіз өзіңіздің жұмысыңызды жеңілдетіп, жерде тұрып атып кете беретін боласыз. Пистолеттің бағасы бар болғаны 55 мың теңге. Егер сіз сатып алған жағдайда біз сізге 1 жыл кепілдік береміз. 1 жылдың ішінде бұзылып жатса, біз тегін жасап беретін боламыз. Расходниктердің бағасы жаңағы көрсеткен бағадан бергі көрсетіп жатқан цангамыз. Розничный бағасы, жеке саудада бағасы 80 теңге. Скидкасы осының сатып алатын көлеміңізге байланысты болады. Сонымен қатар біздің магазиндеріміздің Қазақстан бойынша 9 қалада бар екенін естеріңізге сала кетейін. Сол қалаларда сервис бар. Сізге кез келген уақытта жасап бере алады. Расходный материалдар да сол жерде табылады. Мен өзім сантехник ретінде барлық осындай құрылыс саласында төбемен айналысатын жұмысшыларға, құрылысшыларға осы пистолетті алуға кеңес беретін едім. Ең болмағанда біреудің сөзіне емес, өздеріңіздің көздеріңізге сеніп, қолданып көріңіздер. Болмаса, содан кейін айтасыздар, мен қолданып көрдім, осы жер болмайды екен деп. Мен алғаш рет осы пистолетті көрсеткен адамдар басында бас тартып алмаған еді. Қазір сол кісілер біздің тұрақты тұтынушыларымыз қолданып жатыр, риза алғандарына. Осымен видеомызды аяқтайық. Көрермендерімізбен қоштаса отырып, біздің арнамызға міндетті түрде қолдау білдіріп, өзіңіздің таныстарыңызға жіберіп, осы видеоны міндетті түрде жазылып, лайк басып кетіңіздер, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар төмендегі номерге. Сау болыңыздар. Видео соңында сіздерге айтар жақсы жаңалығым бар. Арнамыздың жазылушыларының саны 2000-ға жетіп қалыпты. Осы арнамыз дамыту мақсатында біз 30 ойын ұйымдастырып жатырмыз. Оның шарттары сіз осы видео шыққаннан бастап WhatsApp группаларға таратуыңыз керек. 7 күннің ішінде жеңімпазды анықтайтын боламыз. Жеңімпазға берер сыйлығымыз 20 мың теңге көлемінде ақшалай сыйлық, немесе Oxyprop компаниясының рулетка, спец одежда, тағы басқа заттарын сыйлыққа ала аласыздар.